Қалайсыздар достар? Бүгін сіздермен 2000 теңге, яғни 5 вмз-ны Alipay'ге салатын боламыз WebMoney арқылы. Ол үшін біз дайын заявканы қолданатын боламыз. Пополнить басасыздар. Exchanger Money. Все варианты дейсіздер. Alipay'ге екіншісін таңдайтын боласыздар. Электронный деңгейін таңдайсыздар. Енді қарайсыздар. Alipay'ді таңдайсыздар. вмз-ны таңдайсыздар. юаньмен тұрады. Үшеуін таңдайсыздар. Енді бізде қанша вмз бар? Соны жазамыз. 5 дейміз. Бес вмз-ға 30-90 келеді екен. Бірінші покупканы көресіздер. Кейін продажаны көресіздер. Біз дайын заявканы продажадан аламыз. Не 28-де 32 ең көбісі. Екеуінің арасында айырмашылық болады. Заявка істегенде, сол үшін заявка істеген бізге көбірек келеді. Мысалы, заявка істегенде біз покупкаға түсетті. Ал біз сатып алғанда продажадан сатып аламыз. Сонда біз қазір дайын заявкамен алатын боламыз. Сатып алғанда ең бірінші тұрғанын ала беріңіздер. Бізге ең көбісі беретіні төбесіне шығып тұрады. Сонда 28-де 32. Ашасыздар соны. Не шықты? Көресіздер. Төрт минутта подтверждение жасайды екен. 10 минутта отправка етеді екен. Өздеріңіздің Alipay'іңізді жазасыздар мына жеріне. Кейін продать вмз за юань деп басасыздар. Үстінен басасыздар. Басқаннан кейін сіздерге түскен кезінде WebMoney'ның өзіне кірсеңіздер, шығып тұрады, түсті деп. Не осындай сообщение келеді. Сіздерге түскен болса, подтвердить етесіздер. Сіздер, егер түспеген болса, түскеніне қарап тұрасыздар. Ол үшін біз Alipay'ның өзіне кіріп көреміз. Баланс деген жерінен көресіздер. Мен баланс деген жерін бассаңыздар, шығады. Сіздерге түскен болса, шығып тұрады қанша түскені. Бір кездерінде көп суммада алатын болсаңыздар, 2-ге бөліп түсіруде мүмкін. Мысалы, не түсті? 2-ге бөліп түсіруде мүмкін. Менде түскен екен, плюс болып тұрады. Минус болса, өзіңіз жұмсағандарыңыз бұл. Сообщениедан да көрсеңіздер болады. Не сообщение сол жерде. Не түсіргені. Түсіргені сөйтіп көрініп тұрады сіздерге. Болды, түскенін көрдік. Енді подтверждение береміз. Подтвердить перевод дейсіздер. Да дейсіздер. Обмен успешно завершен дейді.
сөйтіп подтверждение бересіздер. Әліпбиге кіріп, көріп, кейін беріңіздер. Одан алдын беріп қоймаңыздар.